Енді құрметті көрермен, дәлелдеуді қажет етпейтін дәйекті деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Мемлекеттік қызметшілер туралы сандар сөйлейді. Ақмола облысында 666 мемлекеттік орган бар. Мемлекеттік қызметкерлер саны 5575 адам. 292 бос қызмет орны бар. Ақмолалық шенеуніктердің 81% жоғары білімді. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштен 5%-ға төмен. Мемлекеттік қызметкерлердің 12%-ында жоғары білімін айғақтайтын бірнеше диплом бар. Ал орта кәсіби білімді мемлекеттік қызметкерлер саны 1031 адам, немесе 18,5%. Шенеуніктердің 0,3%-ы орта білімді. Ақмола облысы бойынша мемлекеттік қызметкерлердің көпшілігі, нақты айтар болсақ, 63%-ы нәзік жан иелері. Шенеуніктердің орта жасы 40. Мемлекеттік қызметкерлердің орташа еңбек өтілі 10 жыл. Облыстағы шенеуніктер мемлекеттік қызметте орташа есеппен алғанда 2 жыл 9 ай мерзім жұмыс істейді.